Дүниетанудың 26 сабағы тақырыбы менің денсаулығым, мен қалай тамақтанамын. Бүгінгі сенің білетін дұрыс тамақтану тәртібін не екенін білетін боласың. Тағам мен сусын адамның тіршілік ету үшін қажет. Олар адамға күш береді, шөлді қандырады. Көкөніс, жеміс және ет тағамдарын күнделікті пайдаланған дұрыс. Ол денсаулыққа пайдалы. Сондықтан тамақтану ережесіне естен шығарылмау маңызды. Балалар, мына жерде суретте азық-түліктердің 3 түрге бөлінгендігі, яғни нәруыздарға не жататыны, көмірсулар және майларға не жататыны көрініп тұр. Және сонымен қатар осы жердің барлық тағамдар адамның денсаулығына пайдалы екен. Енді өздерің көріп тұрсаңдар, сүт тағамдары, жұмыртқа, балық, нан, ет, жеміс-жидектер, көкөністер, тағы басқалар. Осы тағамдарды пайдалану өте пайдалы және маңызды болып табылады. Енді тағамдарды, қандай тағамдардың жеу әрекетіне байланысты ережелері. Майлы тағамдарды көп пайдаланбау керек. Тым ащы және тұзды, тәтті тағамға әуес болмау. Жеміс-жидектерді көп пайдалану. Тамақты дұрыс шайнап жеу керек. Тым ыстық не суық тамақтар тістің емалі бұзылады екен. Түрлі қоспалар қосылған тағамдар ағзаға өте зиян. Балалар, күніне 3 рет, 4 рет тамақтану қажет. Бірақ тым тойып тамақтанбау қажет. Әсіресе жатар алдында тым тойып тамақ ішпеу керек екен. Сонымен қатар тамақ ішкен кезде біз әр уақытта қолымызды жуу керек. Тамақтану кезінде кітап, немесе теледидар, телефонды қарауға болмайды. Тамақты асықпай жеу керек. Және тамақты уақытында жеп, тамақ ішіп жеп отыру керек. Сонымен қатар, егер де тамақты жегің келмесе, жемей қой. Біраздан кейін өзіңнің қашан тәбетің ашқан кезде тамақтануға болады. Осындай тамақтанудың ережесін есіңе шығарма, балақай. Енді арманы тамақтану бейнеленген. Бұл жерде бірінші суреттен біз таңғы асты, екінші сурет болса түскі ас біріншіні, ал кешкі ас жеңіл-желпі кешкілік тамақты ішуге болады екен. Ал енді өзің үйде немесе мектеп асханасында қандай тағамдарды жейсің? Мына жерде таңғы асты, қайсын таңғы астан, қайсын жемдірек, түскі астан, кешкі астан. Осылардың ішінен өзің тамақтарды таңдап алуға болады. Мысалы, сорпаның буы шығып тұр, ыстық тамақ, бұл енді түскі тамақтарға жатады, екеуі қою тамақ және сұйық тамақ түскі тамаққа, немесе кешкі жақында сұйық тамақты пайдалануға болады. Таңертеңде ботқа жеу керек, шырын ішу керек, сүт, айран ішу керек, көкөністер және сонымен қатар нанды да бірге осы тамақпен жеу керек. Мына көкөністерден, жеміс-жидектер көкөністерден салат жасап, кешкілікте және таңертеңде немесе түстіде жеуге болады екен. Ал енді әселге көмектесіп береді. Қандай кеңес бересің әселдің? Осы тағамдарды дайындағаны дұрыс па? Мысалы, түскі асқа мекемнан дайындап қойыпты, сорпасы бар, кәмпиті бар, шырыны бар. Осы жерде қайсысы артық? Әрине, кәмпиті артық. Кешкі асқа шоколад дайындап қойыпты. Балалар тәттіні жеуге, бірақ мөлшерден тым көп жеуге де болмайды екен. Ал түстен кейін 4-5 кезінде біршіне шай, немесе шырын, немесе кофе, какаода бір мезгіл жақылап ішуге болады екен. Біз әселге осындай кеңес берер едік тамақ ішкен кезде. Енді мына жерден пайдалы тағамдарды көріп тұрмыз, және зиянды тағамдарды көріп тұрмыз. Балалар, қазір кездерде көп балалар газдалған сусындарды өте көп қолданады. Балалар, бұл ағзаға, яғни денсаулыққа өте зиян. Мысалы, колбаса, содан кейінгі картоп, қуырылған, мысалы, мына жерде бутербродтар жеуді
өте зиян екен. Ал адамдардың денсаулығына пайдалы мекен алады. Өздері көріп тұрғандай көкөністер, жемістер, балықтың еті, ет, осыларды шырындарды жеп ішу керек. Енді жұмыс дәптерінде өздерің көріп тұрғандай, мына жерде бірінші жеуге жарайды бірден жейтін тағамдарды қарап тұрсақ, мына жерде нанды бірден жеуге болады, содан кейін шырынды бірден ішуге болады, бананды, сәбізді шикі дейді, және пісіріпті жеуге болады екен. Алманы бірден жеуге болады. Ал картопты қуырып, немесе пісіріп, одан кейін бидай ұнында жаңағы таңертеңгі аста бот қағып жеуге болады екен. Жұмыртқаны пісіруге, балықты қуырып немесе пісіруге, саңырауқұлақты, бұларды да салатқа неге қосуға осында болады. Енді азық түліктер неге көріп тұрғандай, ағзаға қандай пайдасы бар, не дайындауға болады. Бірінші бізде көріп тұрған не балалар? Сәбіз. Ол көздің көруін жақсартады екен. Жаңа айтып өткенде шикі дейді, және піскенде жеуге болады. Бұл жерде сұйық тамаққа қосуға болады екен. Содан кейін салат жасауға болады екен, сәбізден. Тағы да өздерін қосуға болады балалар, егер де қалып қоятын болса. Ал алманы жүректің жұмысын жақсартады, тістерді қатайтады екен. Бір күніне болмаса да аптасына 2-3 рет алманы жеп отыру керек балалар. Алманың жасылы да, қызылы да өте пайдалы. Алманы енді біз көбінесе жеміс және салаттарға қосады екенбіз. Үшінші, балық сүйекті және тісті қатайтады. Балықты қуырамыз, немесе духовкада пісіреді, немесе балықтың сорпасында жасауға болады екен, картоп қосып. Енді сұйық тамаққа келсек, шырынған, мысалы, сүт, айран, сүйекті және тісті қатайтады, жүрек соғысын және теріні жақсартады. Енді сүттен ботқа пісіруге болады, балалар. Шырынды біз көкөністер, жеміс жидектерден дайындаймыз. Неге осыларды тағы да өзін қосып, не жасайтынын, не дайындауға болатынын айтуға болады балалар. Енді қорытындысы, тамақтанудың ерекшеліктері туралы және тамақтану ережесін сақтаудың маңызын түсіндің.